Мұрат Әбумәлитұлы, студиямызға келгеніңізге рахмет айтамыз. Сонымен енді қоғамдық жалпы кеңестерді құру идеясы бұл енді орынды деп есептейміз өз басымыз. 2015 жылы құрылған екен елбасының 100 қадам аясында. Енді осы ретте билік пен халық арасында, халық пен билік арасында көпір іспетті қабылдаймыз ғой жалпы сіздерде, Әрине, ол көпір деп те айтуға болады, арасын байланыстыратын ұйым деп айтуға болады. Мысалы, енді қазір қоғамда әртүрлі мәселелер туындайды. Бірінші кезекте кешегі елімізде көріп жатырмыз, әртүрлі қайғылы жағдайлар да болып жатыр. Мысалы, билік барлық кезде халықтың алдына барып өзі ойын айтып, немесе бір жұбатып, немесе бір мәселелерді мынандай жасалып жатыр деп айтуға кейбір кезде қолынан келмейді. Кейбір мәселелерді енді байланысы онша оңай емес. Ал қоғамдық кеңес мүшелері осы халықтағы болып жатқан жағдайды билікке жеткізу жаңағы әрекетін жасайды. Өздері қолдарынан келгенше мәселелерді зерттеп жеткізу керек деп айтайын. Барлығы ондай деп айтамаймын. Екінші мәселе әрине билік шешім қабылдаған кезде қоғам пікірді зерттеу керек. Ол көп жағдайда бізде асығыстау шешім қабылдаған кезден болады. Біз не, осылай жасаймыз, болды. Кабинетте отырып шешеді кейбір кезде. Ол ертең ол тиімді болмай шығады. Егер халықпен кеңесіп, барлық жақтан сараптама жасап, түйіндеп, солай шешсе, әрине оңайлау береді. Енді республикалық кеңес деп отырмыз ғой, биыл екінші рет өтіп отыр екен. Ендеше бұл дәстүрлі шара деген сөз, Жалпы бұл шараның маңыздылығына тоқталып өтейік, не қаралды, не айтылды? Енді 3 жыл болды, ол бастап кезде түсінбеушілік болды. Қазір міне 3 жылда жұмыстың нәтижесі бар. Барлық өңірлерде бірдей емес, бірақ кейбір өңірлерде өте тиімді қызметін атқарып жатыр. Мысалы, әртүрлі әлеуметтік жағдай бар, мысалы, жер реформасын, басқа бір құқық қорғау органдарына қатысты мәселелер. Мысалы, қоғамдық кеңес мүшелері бірге барып түсіндіріп, елдің мұң-мұқтажын билікке жеткізу қазір шараларын атқарып жатыр. Мысалы, жергілікті әкімдер осы жерге көше саламын, мынау жолды жөндеймін, мынандай шараны жасайын десек, қоғамдық кеңестер соған араласуға құқығы бар. Бірақ барлық кезде әрине ол тиімді жасап жатыр деп толық айтамаймыз, бірақ мынау екінші рет жиналдық бүгін өз барлығы тәжірибесімен бөлісіп жатыр. Біз былай жасаймыз. Әкімдердің жұмыстарын былай бақылап қараймыз, сараптаймыз, кемшілігі болса айтамыз дейді. Енді екінші мәселе, бір өңірлерде ол алға жүреді жұмыс, екінші өңірлерде әлі толық деңгейінде қызмет атқарып жатқан жоқ. Сонымен қатар әрине ұйымдастыру проблемалары бар. Енді бастап кезде қоғамдық кеңеске әйтеуір билікке ұнайтын адамдардың барлығын қосты. Әкімге көзқарасы дұрыс, ол өз зиянын да тигізді. Себебі ондай адамдар аузын ашпай отырады. Жергілікті билік немесе министрлік болып жатқан проблема білмегеннен кейін дұрыс шешім қабылдамайды. Не қазір өзгерістер бар, қазір қоғамдық кеңеске белсенді азаматтар келіп жатыр. Ойын жасырмай айта алатын азаматтар келеді. Мен ойымша сондай керек, ол билікке де керек, халыққа да керек. Ал енді бұрын қоғамдық кеңестер осы 3 жыл бұрын белсенді болып келеді. Мысалы, қоғамдық ұйымдар атынан билікпен сөйлеседі. Ол кезде қоғам, азаматтар онша белсенді емес тұғын. Қазір азаматтар белсенді, құқықтық белсенділігі, сауаттылығы, қаржылық белсенділік, сауаттылығы көтерілді. Міне қазір қоғамдық кеңестерден талап етеді. Біздің атымыздан қоғамдық кеңесте отырсыздар. Неге үндемейсіздер? Неге көтеріп айтпайсыздар? Кешегі Астанада болған жағдайда қайғылы жағдай. Мысалы, қоғамдық кеңес мүшелері соның қасында жүр. Бірақ енді әрине ол оның қасында жүргеннен кейін проблемаларын көріп айтып жүр. Бірақ барлық жерде тиімді деп әзірше айтамаймыз. Бұл кездесуді бүгін жиында жаңадан құрылған министрлік, қоғамдық даму министрлігі ұйымдастырды, сараптама жасады, қандай проблема бар. Мен ойымша қазір билікте түсініп жатыр. Азаматтардың белсенділігін одан қорықпау керек. Азаматтардың белсенділігі көшеге шыққанша, одан да сол ішіндегі ортадан беделді азаматтарды тартып, алдын ала мәселе ұшықпай, мәселе бір шегіне жетпей тұрып анықтаса, онда мысалы қаржы бөліп, оны жаңағы шешімдерді жасап, заңға өзгеріс енгізіп шешуге болады. Ал егер әрине мынаны естімедім, мынаны көрмедім деп жаңа өзіне қасына
жағымпаздарды ғана жинап, тек қана өзім ұнайтын сөзін еститін болса, проблемалар жинақталады да, әйтеуір бәрі бір күні болмаса, бір күні бұрқыта қалады. Сол себептен билікті бүгін түсініп отыр, бүгін ашық әңгіме болды. Енді бір қатар мәселе бар дедіңіз ғой, соны шешу жолдары ұсынылды ма? Шешу жолдарын ұсынды. Ұсыныстар мынандай, мысалы, қазір мысалы бюджетті бөлу, жергілікті бюджеттер бар, республикалық бюджеттер бар. Сол кезде бюджетті бөлген кезде халықпен ақылдасу керек. Міне қазір бүгінде айтылды. Міне қайта-қайта бір орталық көшелер жөндей береміз. Қанша миллиондаған қаржы кетеді, миллиардтаған қаржы кетеді. Оны қайта-қайта жөндегенше неге сол шеткі көшелер жөндемейміз? Әкімдерге қымбат автокөлік мінгенше, мысалы кеше цифрларын айтып жатыр. Одан да сол ақшаға неге балабақшаға көмектеспейміз, немесе көп балалы аналарға. Мысалы халық осылай өз тарапынан қоғамдық бақылау жасап, бюджетке, биліктің жұмысына, егер тиімді бақылау жасасақ, мысалы көп мәселелер шешілуіне болады. Мысалы көп жағдайда бюджет бөлінеді, қаржы бар. Мысалы кеше Астанада бір балалар үйіне бір жылдың ішінде жаңа басшы келді, бір жылдың ішінде 90 миллион теңге үнемдеп қалды. Бұрын жетпейді деп тұрған ақша. Ал бірақ сол кезде балдардың дамағы 2-3 есе жақсарды. Шетелге бар демалдырып жатыр. Әртүрлі жаңа ұйымдар ашты. Бірақ сол ақша содамен қатар үнемдеп шығып жатыр. Ішіндегі складын қараса, 36 миллион тамағы ішінде тұр. Балдарға таратпаған бұрынғы басшылар. Міне, егер халықтың, қоғамның бақылауы болса, мемлекеттің қаржысы тиімді жұмсалады деген сөз. Сол себептен екінші мәселе әрине заң қабылдаған кезде қоғаммен ақылдасу керек. Мысалы, бүгінде айтылды. Денсаулық сақтау министрлігі бар, білім министрлігі бар. Заңға өзгерістер жасайды, бірақ көпшіліктің алдына бармайды. Өздеріне қатысты ұйымдар, өздеріне қатысты мемлекет органдарын, мемлекет мекемелердің басшыларын жинап алады да, сен жақсы, мен жақсы деп шешім қабылдайды. Ол енді әрине дұрыс емес. Одан кейін қоғам оны қабылдай ма, қабылдамай ма, басқа мәселе. Кез келген реформа жасаған кезде, егер қоғам бүгін қабылдамаса, ол реформа орындалмайды. Сол себептен әрине мемлекеттік органдар алдын ала осыны ойлану керек. Мысалы, мен қазір заңға өзгеріс енгізем, оны іске асырам, қаржы бөлем, бірақ оған азаматтар қатыспаса, бармаса, ол не пайда? Амал жоқ, ол ақша игерілмей қалады. Мен ойымша, бұл жерде екі жаққа да керек. Бүгінгі күні азаматтардың белсенділігі бұрынға қарағанда өте жоғары. Қазір интернет бар, әлеуметтік желілер бар. Егер мысалы тез ақпарат тарайды, тез пікір қалыптасады. Ал өкінішке орай бүгін мемлекеттік органдардың басшыларының ішінде халықтың алдына барып, өз пікірін жеткізіп, ашуланып жатқан халық болса, ашуын басып, жасалып жатқан жұмысты түсіндіретін басшылар аздау қазір, өкінішке орай. Әсіресе қазақ тілінде өз пікірін жеткізетін басшылар өте аз, орталық органдарда. Мысалы, қоғамдық кеңестер немесе елдің белсенді азаматтары сол рөлді ойнауға мүмкіншілігі бар. Екінші жағы, әрине билік пен халықты бір-біріне жақындату. Бір-біріне қарама-қарсы отырғызып, сені ойын қалай, сіздің жасап жатқан шараларыңыз қалай деп бір-бірін жақындатуға болады. Сол себептен мен бүгін байқап отырмыз, қоғам қазір көптеген сұрақтар қойып жатыр. Бірақ кейбір кезде билік тарапынан ол жауаптар кешігіп келеді. Бір күн кешіксе, екі күн кешіксе, ол мәселе ушығып кетеді. Мысалы, ондайды болдырмас үшін тез арада байланыс жасауымыз керек. Оған қоғамдық кеңестердің рөлдері өте жоғары болады деп есептеймін. Ендеше Қазақстан Республикасының кез келген азаматы бұл енді сіздердің көмекшілеріңіз деп қабылдауға болады. Қаншалықты осы азаматтарымыз белсенді болса, соншалықты мәселе де шешіледі, сіздер де жаңағыдай сол мәселенің шешілуіне атсалысасыздар ғой. Міне мысалы, мен Әділет министрлігінің қоғамдық кеңесі мүшесімін. 1,5 жыл бұрын мынау жеке сот орындаушылары бар. Көп сот шешімдерін дұрыс орындалмайды. Әсіресе отбасына беретін алимент басқа мәселе, оған кіріскісі келмейді.
көп қарыздар бар, немесе бір байлы жерге, ақшасы көп жерге барып ұрынады, анаған тимейді, сонымен көп проблемалар туындады. Біз қоғамдық кеңес ретінде ұсындық. Әділет министрлігінің жұмысын өзгертпесек болмайды. Жеке сот орындаушылар тек қана миллиондап ақша табады, бірақ халықты ойлап отқан жоқ, өз қалтасын ойлайды. Өткен жылы, жыл бойы осыны айтып келдік. Жазда үлкен халықпен кездесуде министр уәде берді. Біз өзгертеміз. Одан кейін басшысы өзгертті. Одан кейін прокуратура тексерді. Көптеген жаңағы азаматтардың мүлкін арзан сатқан, жасырын сатқанын тапты. Қазір бірнеше іс қозғалып жатыр. Қазір бүгін әділет министрлігінде болдық, коллегия болды. Сонда мысалы сол ақпарат жүйені өзгерттік дейді. Ақшасын үнемдедік. Қазір ашық жария түрде интернетке кірсеңіздер, сол сот орындаушылардың жұмыстары ашық жария көрініп тұр дейді. Мен ойымша дәл осылай қоғамдық пікірді жеткізсек, министрлікте қарсы болып тұрған жоқ, біз жасамаймыз деп. Проблема неде? Кейбір кезде сол ақпарат жетіспейді. Мысалы, екінші жағы... Енді Мұрат Абдымалитұлы, сізге осы ойыңызды аяқтауға мүмкіндік беріп отырмыз. Өкінішке орай енді уақытымызда шектеулі. Әрине. Бірақ не болса да енді болашақта шыны керек, істеріңізде сәттілік тілеймін. Өйткені бір жағынан сауапты істеп те қабылдаймын өз басым. Бірге жасауымыз керек. Мынау жаңағы бір мәселені айттыңыз. Қоғам біздің көмекшіміз емес, керісінше қоғам атынан біз сөйлеуіміз керек. Қоғам айту керек. Қоғам кеңесі мүшесісің ба? Жұмысың дұрыс істемейсің, орын босат, басқа адам жіберейік. Біздің басқа өкіліміз бар деу керек. Сол себептен қоғам кеңесі мүшелері қазір жауапкершілік сезіну керек деп есептеймін. Тамаша. Істеріңізге сәттілік тілейміз. Рахмет сізге. Сіздерге рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге саламыз. Мұрат Әбенов, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі жанынан құрылған қоғамдық кеңестің мүшесі және Қазақстан азаматтық альянсының тұтынушыларды қорғау жөніндегі коалициясының төрағасы. Студиямызға келіп, күшімді ойымен бөлісті. Әзірге айтарымыз осы. Бауыржан, сіз кезек өзіңізде. Рахмет Жамбыл.